Мешіттердің төбесіндегі күмбездер ол ислам архитектурасы емес. Біздер ол күмбездерді исламға дейінгі христиан әлемінен көре аламыз, және отқа табынушы зороастризм дінін ұстанатын парсылардың храмдарынан, патша сарайларынан көре аламыз. Енді ол күмбез қалай ислам әлеміне келді десеңіздер, тарихта белгілі араб шапқыншылығы болды. Арабтар өздерінің жаулаған елдердің мәдениетін, сәулетін өздеріне алып, жаңа мәдениет қалыптастырды. Мысалы, Стамбулдағы Айя София мешіті, негізі ол Айя София храмы, христиандардікі. Ал Стамбулдың ескі аты Константинополь. Константин деген ежелгі Рим империясының императоры, соның атағына аталған қала. Ал ана Айя София храмы Мұхаммед пайғамбар өмірге келмей тұрып салынған. Білген. Енді мынандай сұрақ туады. Содан Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының заманында мешіттердің төбесінде күмбез болмады ма деп сұрасаңдар, иә, болған жоқ. Мысалы, бәріңізге белгілі Мединадағы Мұхаммед пайғамбардың мешіті сол заманда төбесі құрма ағаштарының бұтағымен ғана жабылған шағын ғана мешіт болды. Кейін оны халифтер, сұлтандар үлкейтіп қазіргідей үлкен мешіт шыққан. Яғни ең қызығы, оның төбесіне ең алғаш күмбез салған кім деп ойлайсыңдар? Арабтар ма? Жоқ. Оның төбесіне ең алғаш күмбез салған түркілер. 1476 жылы Мәмлүк сұлтаны Әл-Ашраф Қансоқ Әл-Гаури оған ең алғаш күмбез салған. Яғни Қазақ хандығы құрылған соң 10 жылдан кейін Мұхаммед пайғамбардың мешітінің төбесінде алғашқы күмбез салынған. Яғни тағы қызығы, сол мешітке мұнара салған кім деп ойлайсыңдар? Тағы да арабтар ма? Жоқ, оған мұнара салған сендер телевизордан көріп жүрген сериалдағы Сұлтан Сүлейман, тағы да түркілер.